Шымкент қаласындағы көрме орталығында республикалық кітап фестивалі басталды. Тұңғыш президент күніне арналған іс-шараның өтуіне қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының рухани жаңғыру бөлімі ұйытқы болды. Кітап фестиваліне шаһардың зиялы қауым өкілдері, жастары мен оқушылар қатысты. Қалың оқырманның кітапқа деген қызығушылығын ояту мақсатында Гүлнар Жанысбекова, Мұхтар Әуезов атындағы рухани жаңғыру және Қазақстан халқы ассамблеясы орталығының басшысы. Бұл көрменің ұйымдастырылғаны бізге де және халыққа да жаңағы көптеген пайда келеді. Себебі көп адам біле бермейді, мысалы қай жерде не бар екен. Бұл жер үлкен мүмкіндік. Бұл жерге келген адамдар өзінің керек дүниесін алуға үлкен мүмкіндігі бар. Кітапфест фестивалінің ашылу салтанатында сөз алған Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан адамның ақыл кеңі болған кітаптың құндылығына тоқталды. Осы шара барысында кемеңгер Дана көшбасшы кітабының таныстырылымы өтті. Тұңғыш президент күні мерекесі қарсаңында оқырманға жол тартқан жаңа кітап жайында елбасының сыныптасы Роза Төлемісова тұңғыш президенттің ерен еңбегін дәйекті пікірлермен жеткізді. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғалымның қайнар бұлағы. Күш білімде, білім кітапта деген сөзде текке айтылмаған. Кітап білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбиелік құрал екені ұмытпауымыз қажет. Көрме туралы оқырманның пікірі. Кітап фестиваліне келіп, көріп, Қазақстанның баспаларын Ұлытау деген кітап сатып алдым, Отырар деген кітап сатып алдым. Қалың оқырманның кітапқа деген қызығушылығын ояту мақсатында өткен шарада Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларының баспа үйлері, кітап дүкендері, кітапханалар оқырманмен ашық диалог құрып, пікірлесу алаңшасында кездесулер өткізді. Атап айтсақ, Фолиант, Книжный клуб, Жебе, Қызмет газеті, Шұғыла атты кітап баспалары өз кітаптарын таныстырды. Осыған орай орталықта балаларға арналған кітап басылымдарының таныстырылымы өтті. Сіздермен бірге болған Сахынбек Сара, арнайы телевизиялық режиссура негіздері пәні үшін.